Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Сәлем, жақсы, өзің қалайсың? Сәлем. Ой, біз мұнда Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы, өмірбаяны туралы мәліметтерді дұрыс таба алмай жатырмыз. Қазіргі таңда барлығы ұялы телефонның ішінде емес пе? Неге кітаптың барлығын ақтарып жатсыңдар? Ұялы телефонын қалай қарап жатсың? Міне, мен сендерге QR кодты көрсетейін, осы арқылы сайтқа кіре аласыңдар. Жобаның тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын цифрландыру. Жобаны дайындағандар Кәрібай Фатима, Жеткерген Айқын, Бектібаева Жаннұр, Қадырбек Меруерт. Бұл сайттың ішінде Мұқағали Мақатаев туралы берілген және Мұқағалидың музейі Алматыға келуі. Бұл музей Алматыға келу себебі Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған. Және мына суреттің ішінде осы Мұқағали Мақатаев қасындағы достарымен Алматыдағы ең алғашқы суреттерінің бірі. Одан кейінгі суретте, яғни біздің ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың отбасымен түскен суреттері. Және бұл жерде Мұқағали Мақатаевтың кітаптарына да тоқтала кетейік. Мұқағали Мақатаевтың кітаптарынан Өмір өзен кітабы, Аманат кітабы беріліп тұр. Сайтты жасағандар және де соңғы жаңалықтарда берілген, яғни Мұқағали Мақатаевтың көптеген кітаптары Анкарада таныстырылған болатын, және де ол Ғашық жүрек премьерасы да ұсынылған болатын. Мұқағали Мақатаевтың сайтына кіретін болсақ, бізде мәзір батырмасы бар. Батырмада бұл батырманың ішінде мақалалар жиынтығы, ақпараттар қоры, ой-пікір, суреттер жинағы және ең соңында кері байланыс. Мен қорытындылай келе, бұл сайтты жасай отыра біз қандай нәтижелерге жеттік? Ең бірінші, Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын бір жерге тоғыстап, студенттерге болсын, оқушыларға болсын, ақпаратты тез әрі жылдам, нақты бере аламыз.